Барлығыңызға сәлем. 15 минутта пісетін бешбармақ жасаймыз. Қазіргі таңда TikTok'та хит болып отырған тез пісетін бешбармақты мен де жасап көрдім. Сіздерге де кеңес беремін. Ол үшін бізге керекті заттар: консервідегі дайын жылқының еті, немесе қазысы, немесе шұжығы. Менде дүкенде осы екі түрі болды. Екеуінде ала салдым. Бір пияз және дайын пакеттегі жайма. Қазанды қыздырып, ешқандай май құймаймыз. Консервідегі дайын етті салып, майы ерігеннен кейін үстіне бір пиязды турап саламыз. Дүкендегі дайын жайманы салатын болсаңыз, бірінші суға жуып алуға кеңес беремін. Себебі сыртындағы крахмалдары кетіп, тура қолдың қамыры секілді эффект береді. Мен жалпы барлық нәрсені жеңіл жасағанды жақсы көремін, өмірді де жеңіл сүргенді жақсы көремін. Сондықтан тамақтың да жеңіл, тез пісетін түрлерін іздестіріп жүремін. Тура сондай адам болсаңыз, сізге де осы бешбармақ қатып кетеді екен. Қамырды суда жақсылап жуып алғаннан кейін, қазандағы еттің үстіне біртіндеп қойып шығамыз. Мен мына жерде сіздерге қамырдан қаншалықты крахмал шыққанын көрсетіп жатырмын. Жақсылап қамырды салып алғаннан кейін үстіне қайнап тұрған су құямыз. Қамыр салмай тұрып, ет пен пияздың үстіне тұз бен бұрышты салуды ұмытпаңыздар. Мен мына жерде түсіріп тұрып өзім ұмытып кетіп, қамырдың үстіне тұз салып қызық болды, бірақ бәрібір дәмді болды, араласып кетті. Және қамырды салып болғаннан кейін үстіне қайнап тұрған дайын суымызды құямыз. Қамырдың бетін жауып тұрғаны дұрыс. Мына видеодағы судан да мен тағы да 1-2 рет үстіне қайталап құйғаным бар. Қазанның бетін жауып, орташа отта 15 минут пісіреміз. 15 минут болғанда қамырларыңызға байланысты. Бұл жерде қамыр піссе, демек тамақ дайын болды деген. Мен бөлек ыдыста алдында 3 картошканы турап алғам, себебі мен балаларым бешбармақты картошкамен жегенді жақсы көреді. Сіздер де тура солай қайнатып алып, тамақтың бетіне қоссаңыздар қатып кетеді. Мына жерде өте дәмді, сочный, мочный бешбармақ шықты. Енді негізі өзіміздің қазақтың бешбармағына жетпейді ғой, но анда-санда асыққан кезде, жұмыстан шаршап келген кезде дереу дайындалатын тамақ іздесеңіздер, тойымды әрі дәмді осы тамақты жасап жесеңіздер болады.